Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз үтіктің қызбай қалғанын жөндейміз. Так, мынау бүгінгі біздің жұмысымыз үтік. Пилипис деген үтік. Так, бұның келген несі, бұзылып келген нәрсесі, мәселесі, жағдайы. Мына қосқан жағдайда ешқандай ысымайды. Мына жердегі мына бұның платасы мына. Негізі біз бұны алып ремонттап қойғанбыз, қосымша сіздерге көрсетейік деп. Мына жерде екі диоды көксім жанып қалады. Негізі қызыл свет жану керек бұдан. Енді біз бұны ашу мәселесін сіздерге көрсетеміз. Так, бастапқы мына жерде шуруп болады. Осыны ақтамыз. И мына жерде екі шуруп бар. Міне біз жаңа бұны шешіп қойғанбыз ғой негізі. Мына жерден екі шурупты ақтамыз. Ендігі мынау су құятын жерден мынаны ашқанда мынаның астында тағы шуруп болады. Мына жерде мұны босатып аламыз. Температура көтеретін крышканы аламыз. Мына шуруптар жоғалып қалмас үшін бұны бір ыдысқа бүйтіп салып қоямыз. Ыдыс алайық. Шуруп жоғалып кетпес үшін мынандай бүйтіп жинақтап отырамыз. Так, мынаны ақтық біз. Мына жерде де бір шуруп бар. Бұны да босатамыз. Енді шуруп босатады. Бұның негізгі шығу үшін майда нелері көп. Бұлай аламыз. Так, ендігі біз мынаған жету үшін мына жерде тағы бір шурупымыз бар. Соңында қазір енді осыны босатамыз. Так, енді біздің мына үстіңгі крышкамыз шығады осы уақытта. Бұны шлейнеге салмай сыпайлап бүйтіп кертігіне шығаруымыз керек. Бұның бәрі пластмасс кетіктер. Және провод біз қосымша салып қысылып тұрған шықпай тұрған. Так, мынаны енді ары қарай сіздерге апармай-ақ қояйық. Енді бізде бұл мына жерде Так, 2, 3, 4 контакты тұр. 4 контакты. Мынаны ашып кеттік. Мына іштері ағып тұр. Біз бұл жерде мына жұмыс істеу микроплатасын алып тастап, бұлсызда бұл өзінің мына температурасымен қызып өшіре береді. Бұның негізгісі мынау ғой, өзіңіз қосымша қоя бересің, бұл жұмыс істей береді. Мынаусызда бұл. Бұның сіз алып мынаны жөндегеннен ешқандай сізге выгодный нәрсе жоқ. Бұлай қойып та бере беру керек. Бұл суын ыстат, суын шашады. Сол программада өзінің жұмысын қарапайымдық ретте бола береді. Мынау герметически құйып килелеп тастаған. Бұны енді ашып не қылу дегенге сізбеміздің неміз уақыт кетіруге қажеті жоқ бұған. Енді қазіргі сіздерге көрсететін нәрсе бізде мынаның астында өзің қол несі болады, предохранитель болады. Предохранитель әрі термодатчик дейді оны мысалы. Терморезистор дейді мысалы. Бұл өз белгілі температурада жұмыс істеу үшін қойылады. Қатты үтік қызып кетпес үшін. Так, мұны енді сымдарымыз кедергі жасайтын болды ғой жерде. Мынаның бәрін ақтасып қалдық қой. Так, мына штирларымызды ақтамыз.
Бұның мынандай өзінің мына кіргізген шитырлардың өзінің кнопкасы болады. Кері басып тұрып итереді, сол кезде оңай шығады. Мынау біздің контрольный лампаға қойғанымыз ғой. Мынау атырайық, сіздерге түсінікті болсын. Енді мынаны былай шығарып аламыз. Былай биткенде мынау астынан шыға бересің. Бұның негізгі несі осы. Бізде мынау да термо немен жұмыс істейді. Бұл жердегі ыстық неде отключение беретін осылар. Мынау температура көбейтіп қоятын құлағыңыз. Жалпы осы. Біздің негізгі ауыстырғанымыз мынау. Бұны алып тастап, біз қолдан мына жеріне алып тастап, міне контрольный лампаны жалғадық біз. Что қосылып өшкен кезде мынау өзі көрініп тұрады. Қалған несі сол үтік бойынша жұмыс істейді екен әрі. Біздегі мынау екінші Элко деген үтік. Бұл да бұдан айырмашылығы жоқ.